Шуақты өңір Шымкентте Қазақ хандығының 550 жылғына арнайы монумент ірге көтерді. Жаңа ғана көрдіңіз. Ал мән мазмұны терең атаулы датына дүйімел болып, осы қоңыр күзде қоңсылас жатқан Жамбыл облысында атап өтеміз. Бұл сұғын қадаған сырт көздің қазақта мемлекет болмаған деген сумақы сөзіне берілген лайықты жауап қана емес. Бұл тарихымыздың салмағын арттырып, бірлігіміз бен берекемізді жер жаһанға паш қылар Қазақ хандығының 550 жылдығы болмақ. Шымкенттен шығып мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Әулие-Ата жеріне, орталығы Тараз қаласына барды, жұмыс сапармен. Талай жұмыр басыны сырқатынан сауықтырып, ажалмен арпалысқандарға өмір сыйлаған дәрігерлермен дидарласты. Жаңа технологияларды игеріп, білімдерін елдің игілігіне жұмсамақ жастармен жүздесті. Береке бірлікке үйіп, ұдайы ұлттар татулығын ұрпағына ұлағат қылған ұлыстармен кездесті. Ассамблея жылына арналған елімнің тағдыры, менің тағдырым деп аталған форумға арнайы қатысты. Президенттің меңзегені бірақ нәрсе, бағындырған белестер мен алған асу шыққан шың елдегі осы тату тұрмыстың арқасы. Ол анық. Саясаты сағындай құбылып, тіршілігі сабындай бұзылып тұрған талай елден мысал көп. Осы тұстан кідіріп президент сапарына қанығайық. Жайнагүл Төлеміс. Еліміздің Жамбыл облысында 87 ұлттың өкілі тұрады. 25 этно-мәдени бірлестік бар бұл аймақта. Сол ағайынның арасы өзгеше тату. Әлі күнге дейін шәй дескен жоқ. Отаны тағдыры бір қауым. Бас қосыла қалса біз бір үйдің баласымыз деп ұрандатады. Күмбездің күнсеген Тараз арена сарайына қазағы, орысы, ұйғыры, кәрісі бар 3000 жамбылдық жиналды. Бұл топтағы аға буын сүтті үйіған тірліктің қадір қасиетін терең түйсінеді. Сол қазынаға бергісіз құндылықты жастарға өсиет етіп жатыр. Осы аптада Таразда ел тағдыры менің тағдырым деп аталатын патриоттық форум өтті. Қазақстан Халқы Ассамблеясының мерейтойына орай ұйымдастырылған шараның басты мейманы елбасы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының төрағасы. Біз тарихи көп этносты, көп ұлтты халық болдық қалдық. Оған ешкімнің кінәсі жоқ. Тарих солай бізді осы жолға алып келді. Сондықтан көп этносты, көп дінді халқымыздың бірлігін ұстайық деген амалменен ассамблеяны құрдық. Ассамблея шеңберінде барлық ұлт пен ұлыстың адамдары өздерінің орнын тауып, ділін сақтап, балаларын тәрбиелеуге, мәдениетін сақтауға мүмкіншілік алды. Менің ойымша осының арқасында тәуелсіздіктің 24 жылының ішінде біз елдің арасындағы тыныштық пен бірлікті сақтап қалдық. Алмағайып заманда бізге керегі тыныштық. Тыныштыққа бақ береке сыңар. Болмашқа өкпелеп отандастар бір-біріне қырын қараса, бастан бақтың тайғаны. Ал ішкі тұтастығына сызат түскен елдерге маңайда мысал көп. Сондықтан елбасы ассамблеяның ұлттарды үйістірудағы рөліне ерекше екпін салды. Және көне шаһар Тараздың тамыры тереңге тартатынын, тарихи қаланың өзіндік өнегесі барын айтты. Өйткені Тараз елдегі татулықтың тал бесігіне айналған шаһар. 2000 жылдық тарихы бар біздің еліміздегі ең жасы үлкен Тараз қазақ мәдениетінің алтын ордасы болып саналады. Оның көне мұралары ғасырлардың қойнауынан сыр шертеді. Қарахан баба менен Айша бейбі, Бабаджа хатун менен тек тұрмас әулиенің кесенелері бай тарихымыздың бағасы жетпес мұралары болып саналады. Сондай-ақ шу бойында елдігіміздің қара шаңырағы, күзде батыр бабалар ту тіккен қастерлі өлкеде қазақ хандығының тұңғыш қалануының 550 жылдығын атап өтетін боламыз. Ал бүтіндей аймақтың жайына келсек, Жамбыл облысында өткен жылы жалпы өңірлік өнім көлемі 655 миллиард теңгені құрады. Өндірістік өнім көлемі 6% артқан. Индустриалды бағдарламаның алғашқы 5 жылында 30 жоба жүзеге асты. 5000 жұмыс орны ашылды. Енді өңірдегі халық нұрлы жол жаңа экономикалық саясатының да жемісін көре бастайды. Орталықтан аймаққа, аймақтан аймаққа жаңа жолдар тартылады. Оған ілесе өңір экономикасы серпін алады. Биыл Шу Алматы темір жолының екінші дәлізі қосылатын болады. Ол жол 3 есеге жүк тасуды көбейтіп, 25-тен 80 миллионға дейін көбейтеді.
Облыс аумағында өздеріңіз білетін өтіп жатқан батыс Қытай, батыс Европа дәліз аймақтың өндірісін кеңейте түседі. Мен жақында өзіңіз естідіңіздер, Нұр Отан партиясының съезінде 5 институционалдық реформа жасау мәселесін көтердім. Бұл біздің еліміздің өркендеуінің келесі белесі болып саналады. Ендеше қазақ дара шауып бәйге алған жоқ. Елдегі көп игіліктің жүзеге асуына, Қазақстанды өз отаным деп есептейтін талай ұлттың үлесі жатыр. Форум барысында жастарға барлығы қалай басталды деп аталатын қысқа метражды фильм көрсетілді. Телеөнім Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылымдану тарихын баяндайды. Фильмді әсіресе жастар тапжылмай көрді. Үлкендер жағы бұл тәрбие құралы дейді. Жастардың бойына толеранттылықты сіңіру, оларда түрлі мәдениеттерді, дәстүрлерді сыйлауға үйрету біздің жауапты міндетіміз. Оларда өз кезегінде өз ұрпақтарын солай тәрбиелесе. Қазақстандағы бейбітшілік пен келісім Қазақстан Халқы Ассамблеясы қызметінің тікелей жемісі. Біз бірлігі бекем елдің бұдан да жарқын ертең үшін аянбай қызмет етуге дайынбыз. Елбасы тараздағы ғылыми клиникалық, кардиохирургиялық және трансплантологиялық орталықта болды. Өткен жылы қайта құрылымданған емдеу орнында жүрекке 2000-дай сәтті операция жасалған. Мұнда ересектерге де, балаларға да ем жасалады. Жақын облыстардан тіпті іргелес елдерден де жүрек дерті асқынған науқастар көп келіп түседі. Отандастарымыз үшін мұнда емделу тегін. Дәрігерлер күрделі операциялардан еш тартынбайды. Мамандар жаста болса академик Жошыбаевтың шәкірттері шетінен білікті. Орталықта көпке шықпай жүрек, бауыр, бүйрек ауыстырыла бастайды. Кардиохирургиядағы ең ауыры жас жүрекке, жаңа туған нәрестелерге операция жасау. Көпке шықпай бұл орталықта ол да мүмкін болады. Баланың салмағы неғұрлым кішкентай болса, азырақ болса, соғұрлым наркоз берген операциядан кейінгі қарап шыққаны өте ауыр. Сол мамандарды әзір біз Израильді дайырлап жатырмыз. Құдайға шүкір, мен ойлаймын, жылдың аяғына қарата оларда біз игеріп қаламыз өте. Айгүл осыдан бір апта бұрын баласын бауырына қысып тұрып, шыда жүрек, шыдай түс шырылдатпай баламды дейтін. Қазір суға түс сәби жүрегі дейді, көңілі алып ұшып. Міне бірер күн болды, сәбиге сәтті операция жасалды. Дәрігерлерге рахмет, үлкен алғысымды айтамын. Осы кісілердің арқасында міне балам жақсы жағдайы. Құдай қаласа 2-3 күнде шығып қаламыз үйге. Жамбыл облысы бүгінде химия өнеркәсібін дамытуға ден қойды. Өңірде Казфосфат, Еврохим секілді ірі кәсіпорындар орналасқан. Бұл өндірістерге қажет мамандар Тараздың өзінде дайындалып жатыр. Өткен жылы облыс орталығында химия технологиялық колледж ашылды. Оқыту әдістемесін дуалды жүйеге сәйкестендірген колледжді елбасы аралап көрді. Шәкірттерге ел экономикасы үшін орта білім беру жүйесін кәсібилендірудің маңызын баяндады. Дуальное обучение я посмотрел в Германии. Вся Германия этим занимается. Промышленные предприятия, вот смотрю, химики здесь стоят. Они набирают из выпускников средних школ. Өшерде туып өстіңдер, өшерде маман болып, өшерде ата-бабалардың жерлерінде жұмыс істеу керек. Ана заводтардың бәрінде кім жұмыс істейді, сендер болмасаңдар? Мамандық керек адамға. Барлығы дүние жүзінде университеттерген жоқ. Бұл оқу орны 600 шәкіртке лайықталған. 11 шеберханасы, 9 зертханасы, электрондық интерактивті кабинеттері бар. Колледждің негізгі бағдары химиялық кәсіпорындарға маман дайындау. Сондықтан білім мекемесі облыстағы 12 ірі кәсіпорынмен келісім шартқа отырды. Өткен жылы бітірген түлектердің дені сол өндірістерде еңбек етіп жүр. Қазірдің өзінде көптеген сұраныстар түсіп жатыр. Міне осы сұраныстар бойынша жаңа жоғарыда айтылған екі мамандықта ашуды жоспарлап отырмыз. Таразда қазір арнайы экономикалық аймақ құрылымданып жатыр. Ол жерде қаз-қатар 16 химиялық өндіріс шоғырланады. Бүтіндей химиялық кластер қалыптастыруға алғы шарт бар. Сол өндірістердің мамандары да елбасы аралаған колледждің базасында оқып, білімін жетілдіретін болады. Ал жалпылай алғанда, индустриалды 5 жылдықтың екінші кезеңінде аймақта жиына 26 өндіріс ашылады. Бұл келешекте тағы 7000 адам жұмысқа тұрады деген сөз. Осынша жұмыс орындарымен бірге талай шаңырақтың күнкөрісі жақсарып, облыс бюджетіне кірер табыс та ұлғая береді. Жайнагүл Төлеміс, Дархан Әлбек, Аршын Ахмет, президент телерадио кешенінің көмегімен Апта-кз.